Кайрат Ордабасы кешегі ойын орталық стадионнан көріп келдіңіздер. Мархабат, сөз кезегі өздеріңізде. Өте жалпы мықты матч болды. Атмосфера стадионда керемет болды. Жанкүйерлер лық толы. Біреу бір жақ Ордабасы деп, бір жақ Қайрат деп айқайлап, біз ортасында кәдімгі рахаттанып қарап отырдық. Күнде салқын болды. Андрей Мартиннің басынан күн түсіп жалтырап біздің көзімізге шағылысты кішкене. Ораз вақтында қайта шаш бар екен. Сөйтіп осылай басталған. Кейін күн қараңғы болып, салқын болып, мінекей свет жағылып, екінші тайм күшті болды. Бірінші тайм енді YouTube'да бір монтаж жасайтын жігіттер болса, ударить ете салуға болады ананы. Монтаждап. Бірінші тайм өте нашар болды ойынның. Жанкүйерлерге де қызықсыз болды деп ойлаймын. Бір енді момент болды, бір кішкене сондай. Мына жерде болса Гуаль деген ойыншы, мынау шын айтайын бар, мынандай күшті позиция таңдап алғанына мен таңғалдым. Мына жерде центральный защитниктер ұйықтағанына. Секірген де жоқ, Жанында ешкім болған жоқ. Жоқ, ешкім болған жоқ. Өйткені бұл шабуылда Сергей Малыйды олар сол флангқа алып кетеді. Подстраховка барады, ол жерде Астанов үлгермей қалады да, Малый оны жабам деп сол жаққа келеді. Негізі қайтар кезде Гуальдың жанында ешкім талған жоқ. Негізі бұл жаңағы қақпашыға сұрақ жоқ па бұл жерде? Бар, менде бар. Жоқ, енді ол тосып жатыр ғой. Қалай қақпашыға сұрақ болады? Мынау енді убийство ғой, кәдімгі 5 метрден қадап тұр ғой. Жоқ, енді тосқанына риза болсаң сен. Жоқ, қайтарып тұр ғой, қағып жіберіп, угловойға шығарып жіберу деген негізі сол қақпашыларда. Сенде сұрақ туындамай ма? Сол Гуаль неге ұрып жатыр ана жерден? Неге ол соққы жасап тұр ол? Ничего себе. Жалғыз қалып тұр, бастысы. Неге жалғыз қалды ол жерде? Жоқ, қазір центральный защитниктер. Санжар айтса конкретно мынау не масқара мынау енді, ё-моё. Позиционная ошибка. Потеряли игрока самого опасного. Лига чемпионов деңгейінде Лига Варшаваның бомбардирі болып келіп отыр. И сол жалғыз өзі тұрып, секірмей баспен ұрып тұр ғой, секірмей. Оның бойы ұзын да емес қой ана жерде. Малый мен Алекс Аманович, Килама дегендер ұйықтаған ғой конкретно мына жерде. Біздің парақшамызға жазылмаған болсаңыз, мұндай қызықты контенттен құр қаласыз. Жазылыңыз. Бар қызық алда.